Bonjour chers amis, aujourd'hui nous avons la deuxième leçon. Бүгін бізде екінші сабақ, фразаларды оқитын боламыз. Cette salle est très claire. Асықпай оқиық. Cette salle est très claire. Adèle est malade. Adèle est malade. Elle a mal à la tête. Elle a mal à la tête. Claire marche. Claire marche. Elle va à la gare. Elle va à la gare. Elle traverse la place. Elle traverse la place. Cette place est belle. Cette place est belle. C'est clair. C'est clair. C'est sa mère. C'est sa mère. Claire aime sa mère. Claire aime sa mère. Бірден аударып кетейік. Біріншісінен бастап сет дегеніміз бол, сәл, зал, аудитория дегенді білдіреді. Дегеніміз етхі етістігінің үшінші жақта третье лицо, үшінші жақ жекеше түрдегі. Très clair. Très дегеніміз өте, clair, жарық. Яғни бұл аудитория өте жарық. Адель дегеніміз адамның аты, қыздың аты. Малады дегеніміз науқас деген сөз. Малад. Ол, яғни ана. Амал. Амал дегеніміз басы ауырып тұр деген сөз жалпы. Тет деген бас. Клэр адамның аты. Марш жүріп бара жатыр деген сөз. Ол va бара жатыр, à la gare, вокзалға. Elle traverse, ол өтеді, өтіп бара жатыр, кесіп өтіп жатыр. La place деген площадь. Cette place, бұл площадь, алаң, яғни өте әдемі дейді. Belle дегеніміз әдемі деген сөз. C'est, бұл, Claire деген адамның аты. C'est sa mère. C'est бұл, оның анасы. Са дегеніміз оның деген сөз. Mère, мама деген. Claire анасын жақсы көреді. Aimer деген етістікті көбіңіз білетін шығарсыздар. Marcel met sa veste beige. Marcel met sa veste beige. Marcel адамның аты. Met киеді. Са өзінің, весті дегеніміз пиджак, беж коричневый. Ta table, c'est ma table. Ta table, c'est ma table. Бұл сенің столың ба деп сұрайды. Table сөзі ағылшын тілінде table. Екеуі ұқсайды, тек айырмашылық оқылуында ғана. Та дегеніміз сенің деген мағынаны білдіреді. Сенің столың ба деп сұрап жатыр. Бұл менің столым деп жауап берді. Est ma chaise? Est ma chaise? C'est ta chaise. C'est ta chaise. Енді ма дегеніміз бұл жерде менің деген сөз. Chaise орындық. Бұл менің орындығым ба? Бұл сенің орындығың деп жауап берді. Та дегеніміз жаңа айтқандай сенікі. Chaise орындық. Elle a mal à la tête. Мына жерде у нее болит голова дейді. Яғни оның басы ауырып тұр. Бұл жерде қараңыздар. Эльдің орнына сіздер илді қоя аласыздар. Ил дегеніміз ол деген сөз ғой тоже мужской родтағы, яғни оның басы ауырып тұр, ұл баланың басы ауырып тұр.
любой адамның атын қоя аласыздар мына жерге. Арман, а, мал, алатет. Арманның басы ауырып тұр.